Сәлеметсіздер ме? egov.kz арқылы өзімізге керек анықтамаларды қалай аламыз, сол жайында айтатын боламыз. Ең бірінші egov.kz деп жазып, өзіміздің атымыздан кіреміз. Яғни бас жағында шығады, Смағұлова Әйгерім деп шықты. Енді өзімізге керекті бағытты таңдаймыз. Денсаулық сақтау, соның ішінде қызметтер. Бізге тубдиспансерден көбіне сұрайды, сосын психоневрологический диспансерден және наркодиспансерден сұрайды. Соның ішінде бізге керегі тубдиспансерден. Алайық, ең бірінші қызмет алу өзіңізге қол қою және алу деп басамыз. Содан кейін загрузка. Қол қою үшін электронды, яғни ЕЦП-ңыз болуы керек міндеттерде. Соны рабочий столға қойып, басып шығарамыз. Парольді тересіздер. Открыть деп, продолжить дегенді басасыз. Содан кейін загрузка болады. Мінекей ашылды. Енді үшінші қадам, оны өзіңізге жүктеп аласыздар. Лишний кабинеттен де алуға болады. Кіріс дегенді басып. Содан кейін бізде соттылықтың бар не жоқтығы туралы. Яғни, ол танымал қызметтердің арасында болады. Оны да онлайн сұрау деп, дәл солай ЕЦП ключіңізбен алуыңызға болады. Қарағандарыңызға рахмет.